Сәлем достар, бүгін 22 қараша, Шымкент қаласында күн шығып әп-әдемі болып тұр. Жылы дала. Міне, мен Альфардты ашып қойдым артында. Күйеуімнің Альфарды. Шымкент қаласынан Қапланбекке қарай таможняға дейін индрайверге шығып жүреді. Машинаны таза ұстағанды жақсы көреді өзі. Кеше пятница күні түнде келген, қазір демалып жатыр. Ал біз балам екеуміз машинасын тазалап берейік деп тұрмыз. Таза суым, тряпкам. Ондай универсальный чистящее средство. Сиденьяларға және панельдерді сүртемін. Мынаның төбесін сүртемін. Ана күні күйеуім өзі машинаны тазалаған кезде жылы болып тұрған, ішіне шыбындар кіріп кетіпті, бір 5-6 ауа. Сол потологына, төбе жақтарына түшіп кетіпті. Қазір көрсетейін сіздерге. Міне. Мына жақтарға түшіп кеткен екен. Осыларды мынау сиденьяларды тазалап алам. Астын поликтерін бәрін, дева поликтерін бәрін алып тастадық. Ол ана тұр. Қазір балам жуады оны. Міне мыналардың барлығын сүрттім. Мына жақ әлі сүртілмеді. Бұны да қазір сүртемін. Мына жақта. Міне мына мусорлардың барлығын кетірем. Мына жерлер, міне. Мыналардың барлығын астарын сүртем. Өйткені адамдар артыға отырған кезде аяқтарымен тиеді, кір болады. Бүгінгі менің видеом осы Альфардты тазалау.
Міне, адамдардың аяқтары тиеді, өйстіп машинаға мінген кезде. Осындайларды астын, мынандайлардың астын, міне. Міне, жерді сүрттім. Ал мына жер әлі сүртілген жоқ. Көріп тұрыңыздар ма? Аяқтың іздері тұр. Шаң. Алдыңғы сиденьеде сондай. Міне, аяқтың іздері. Мынандай жерге тиеді аяқ, мынандай жерге тиеді. Осындайлардың барлығын сүртіп тазалаймыз.
кішкентай болғанда анау тек ең артындағысынан басқа бәрі қимылдап кете берді. Анамыз просто ауыр болғаннан кейін бұрын тұрған. Қалдар бер. Жылжыт. Негізінде бұрында бүйтіп щеткамен жумайтын. Машинаны да, поликтерін да барлығын. Мынандай домашний транспой бар еді. Мына жақта тоққа тығып қойған. Мына жаққа суға подачасы бар. Мынандай несімен бірге. Бірақ бұның шлангасы жыртылып қалған. Шланга сатып алуға қол тимей жатыр, сондықтан енді үстіп щеткамен жуып жүр. Альфард үлкендеу машина болғандықтан транспойдың көмегі өте күшті болатын еді. Өйткені транспойдың көмегімен пенаны айналдыра шашып алатын еді. Ол пена машинаның үстіндегі кірді біраз езіп ағызып тұратын. Содан соң транспойдың күшті напорымен шайып алатын сыртын. Ал енді щеткамен жуатын болған соң
Балам осылай жуады. Бір жағын пеналайды да бірден артынша сумен шайып тастайды. Одан кейін алдын жуып алды, артын жуып алды, енді екінші жағын жуып жатыр. Сол кезде арғы беті суы ағып кеуіп тұрады дейді, және де сүрткенге оңайлайды дейді жұмыс. Мынау нелерін сүртесің бе? Я просто как айтып бердім, соны терезелерін сыртып беріп, чтобы айырылысқан дұрыс. Какая сатады. Типа, может, на совмещенные дегенге келтіріп тұр да? Нелер ұрып ана нелерін ағыз жібере салмақпына. А? Камни сияқты емес қой. Қалай не болады? Что? Папаңа шен оны номерден ба бір бәледен ұратын еді? Жабылған жоқ. Міне. Жабылды. Че? Ехал? Қаққа жүрсene. Темірге. Просто андай ғой. Бұны ішінде капля су болса қағылады да. Айсын әшейін кішкене влажный болса сол не қылмайды екен. Қазір сондай болып тұр. Мынаны мына жаққа келіп істейсің бе?
сонда сіз неғым ол неғып екен қажет бәрібір келетініңіз Жаппа. точно. Осы түсіп қалған ба? Шығын тұрды. Артқа кетсің ма? Отыр ол хлопушкамен өлтіру керек. Ал міне машинаның іші тап-таза болды. Көліктердің бәрін салып шықтық. Кеш салып барып, жастығын үстіне Міне багажник. Аяқта одеяло негізі. Иә, пледтен жастық қой. Ана бір ретте Алматыға барғанда неғылған ғой. Негізі ондай жерлерге қатты бармайды ғой. Міне машинаны жуып тазалап қойдық, көргендеріңіздей. Тап-таза болып тұр. Ішіндегі барлық бөліктерін салып, сиденьялардың орындарына қойып қойдық. Машинаның іші де, сырты да клиенттерге жағымды болу үшін дайын тұр. Мінетін клиенттер риза болса, бізге сол жеткілікті. Бүгін суббота, баламның I+ сабағында 2 онлайн сабағы бар. Мен өзінің алдындағы видеомда айтып кеткен едім. Мат сауаттылық пен Қазақстан тарихы. Соған уақыт болып қалғаннан кейін баллондарын қарайтып үлгермеген еді. Ал енді жігітім өзі шығып, өзінің баллондарын қарайтып жатыр. Менің каналыма достар жазылып кетіңіздер, лайк басып, коммент қалдырып, менің каналымды қолдаңыздар. Келесі менің видеоларымда кездескенше сау болып тұрыңыздар.